Бізде Түркиядағы саяхатымыз осы үш бұрышта өтті. Мына үш жүрек тұрған. Яғни бірінші Анталиядан Памуккалеге бардық, Памуккаледен Каппадокияға бардық, Каппадокиядан қайтып мына Коня қаласына келдік, сосын қайтып осы Анталияға келдік. Міне осы үш бұрышта өтті біздің саяхатымыз. Енді төртінші күні біз мына Памуккаледе болдық. Күннің шығысын воздушный шармен ұшып, күннің шығысын тамашаладық. Одан кейін қайтып келіп автобусқа мініп, осы төртінші күн целый день кешке дейін Каппадокияға дейін бардық. Бір күніміз осы автобустың ішінде өтті. Каппадокияда мына Аванос дейтін қалаға бардық. Сол Аваностың ішінде біз Үш Хисар деген жерге бардық, және Орта Хисар деген жерге бардық, және құмыра ұстасының музейіне бардық. Эйнштейн деп айтады осыны. Шынымен де түрі Эйнштейнге ұқсайды екен. Осы кісінің музейін қарап, аралап қайттық. Eyvallah. Бұрынғы вулкан орны. Астыңғы жағы сол вулканический породалар, үстіңгі жағы базальт породасы. Су шайып осындай әртүрлі формада болып қалған. Ана жерде адамдар өмір сүрген, қара. Адамдар емес, монахтар. Монахтар. Құлшылық жасаған христиандардың монахтары. Есік терезелер Мынау турецкий иттер. Итпен мышықтар керім осылардың білмеймін. Бүкіл жерде свободно жүреді, әсіресе мышықтары. Мынаны аяғымен теуіп жіберсең, осы ит мышықты. Камераға түсіп қалсаң сұрап бар дейді. Альбина. Центральный Турцияның тауының төбесінде качеляға катесетті. Орта Хисар деген жер. Көгершін асырайтын жер. Бір жиенім бар да, баяғыда осындай кеп тастайтын. Осы жан, кептеріне басып сүресе біздің қолдан скалаларға қашап, тесіп үйлер салған. Тағы. Фисташковый кофе. Фисташковый кофе. Каппадокия аймағы Үш Хисар дейтін ауыл. Мағынасы пик укрепление деген. Укрепленияның ұшы. Бесін намазын азан айтып отыр. Альбина ханым сол азанның дауысын тыңдап, осы тарихи өлкеде тұрғаны бар. Осының біреуіне
Қасына жақындадық. Кәшіне кіріп көреміз. Бәкәді ауылдың қынасы. Үйінен баспалдағы жоқ қой. Қол берейін ба? Қол берейін ба деймін. Тайғанақ. Іші биікке шыға алмайсың, анау не? Баспалдақтым жоқ. Бұны мініп алдым, суды ойламаппын ау. Мынау іші. жоқ мінбесің хабарласып түсірмейсің. Білмеймін, не зат екенім. Мана айтып отыр еді, көгершіндерге салады деп. Сосын көгершіндердің боқтарын, навоздарын удобрениетінде қолданады деп. Бірақ арасында адамдар тұратын да бар деді. Адамдық шығар, может. Полкылар шығар. Оны білмедім, мен барғасын кеткен мына видеоны көрсетемін да не ол деп сұрарым. Сыртқы көрініс. Бауыржан брат қалып қойды, сөйлбей жатыр. Қазір спасатель шақырамыз. 911 кім? Бруз Ванда жүріңдер. Там жақта эқа қалай шығады екен. Хай! Наверное, это у нас не было, типа таких. If you want, you can go up. Oh, thanks. Так, им тяжелее. В домах скорее. Обалдеть. Понятно, ну так посмотрите. Вау, я прям в шоке. Немножко что-то все время хранилось. Вау, это довольно-таки большие помещения. Это люди вылезали в скале, чтобы жить. Офигеть. Круто. Супер просто. Блин, это трехкомнатный коттедж. So wonderful. So great. Супер. Трехэтажный коттедж это. Четырехэтажный. Я залезу до конца. Офигеть. Блин. Но они, видимо, были не сильно высокие. Офигеть. Просто не могу представить, что люди могли жить. Так, это уже не пещера в скале. Это уже собственноручно сделанный дом в скале. Офигеть. Там еще есть. Я полезла. Мне надо это посмотреть и снять. Блин, это уже прям горячо делает. Какой вид с окна. Блин, сколько здесь этажей. И как-то до этих времен все это сохранилось. Это, походу, последний этаж. Үңгірдің ішінде орналасқан ресторан Сары Кая. Сары Кая скала. Ресторан Желтая скала. Жердің астынан скаланың ішінде салынған хашап салынған ресторан.
древний. Şehrin aslında. Ya bekliyorum. İşi bitir yani. Bizim komanda tanışıyor. Компост ziyaret olmayı Блюдо чурек называется. İçindeki malzemeler dana eti, Телячье мясо, patates, картошка, patlıcan, баклажан, domates, помидор, yeşil biber, зеленый перец. çok az miktarda soğan ve sarımsak. Очень малом количестве лук и чеснок. Ayrı bir kapta bütün malzemeleri çiğ olarak hazırlayıp Жердің астында отырмыз, жердің астында тамақшы отырмыз. В отдельном посуде это все смешивается и ставится в этот кувшин. üzerine domates sosu, baharat ve tuz ilave edip ağız kısmını hamurla çevirip seramikle bastırıp bu şekilde fırına veriyoruz. Верхняя часть тестом закрывается и керамикой закрывается Saat на 3 часа. fırında kaldıktan sonra pilavla beraber servis yapıyoruz. Hepinize afiyet olsun. Всем приятного аппетита. Çömlek kebabından yemeyecek olan misafiriniz varsa tavuk şiş var, balık var, köfte var. Bilginiz olsun. Котлета, рыба есть. Если кто не захочет этого мяса, можете оставить вам. Зарина, оставь. Аян, Приятного аппетита всем. Зарина как çıktı. Maşallah Osman Bey, bravo. Bravo Osman Bey. Efendim kebabımız bu. Zakir abicim tavuk, balık, köfte var mı? Sorar mısınız? Желающий есть, кто хочет рыбу, курицу или котлету. Если нет, то пробуйте, советую. Vinolar, koreyskiy turistler, христианский монашкалар сияқты. Efendim, yemek çok lezzetli oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.